Саламатсың ба балақай? Бүгін 102-ші сабақта 11-ден 20-ға дейінгі сандарды ары қарай өтетін боламыз. Бірінші есеп. Бір таңбалы сандарды ата. Екі таңбалы сандарды ата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұлар бір таңбалы сандар. Енді екі таңбалы сандарды анықтайық. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Естеріңде сақтаңдар балалар. Бір таңбалы сан әрқашан екі таңбалы саннан кем болады. Екі таңбалы сандарды салыстырғанда алдымен ондықтарды салыстырады. Ондықтар тең болса, бірліктерін салыстырады. Мысалы, 12 мен 20-ны салыстырсақ, бірінші ондықта 12-нің ондығы аз болып тұр. Екінші есеп. Әлия қандай саңырауқұлақтарды терді? Ал сырым ше? Жаз және оқы. Екеуі саңырауқұлақ жинаған. Бірақ қандай саңырауқұлақ жинағанын білмейміз. Ол үшін сабақты еске түсірейік. Біз қандай сандарды өтіп жатырмыз? Ондықтары таңбалы сандарды. Дұрыс айтасыңдар. Енді Әлияға бір таңбалы сандары бар. Саңырауқұлақты жинайық. Ал сырымға екі таңбалы сандары бар. Саңырауқұлақты жинайық. Ол үшін бірінші Әлияның себетін толтырады. 2, 5, 6, 7, 9. Бұлар Әлиянікі. Енді сырымдыкін көрейік. 11, 15, 17, 10, 20. Бұлар сырымның жинаған саңырауқұлақтары. Бұл жерде бір таңбалы және екі таңбалы сандар толық емес. Әлияның жинаған саңырауқұлақтары ішінде бір таңбалы сандар толық емес. Соны толтырып көрейік. 2, 5, 6, 7, 9. Қандай сандар жоқ? 1, 3, 4, 8 жоқ. Екі таңбалы сандардың ішінде 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 жоқ екен. Үшінші есеп. Салыстыр және жаз. Екі таңбалы сандарды салыстыру ережесін еске түсірейік. Сандарды салыстырайық. Өрнекті есептеп алайық алдымен. 7-ден 5-ті алсақ 2 қалады. 2 кем 18-ден. Келесі 2 қосу 2, 4 болады. 12 артық 4-ден. Келесі 9 азайту 6, 3 болады. 3 кем 13-ден. Келесі 9 қосу 1, 10 болады. 10 азайту 1, 9 болады. 10 артық келесі 9-дан. 6 қосу 4, 10 болады. 14 артық 10-нан. 8 қосу 2, 10 болады. 20 артық 10-нан. Төртінші есеп. Есепті шығар, кері есеп құрастыр дейді. Сырым 6 йогурт, ал Әлия 4 йогурт сатып алды. Олар барлығы неше йогурт сатып алды? Шартын жазайық. Сырым 6 йогурт алды, Әлия 4 йогурт алды. Барлығы белгісіз. Ол үшін 6-ға 4-ті қосамыз. Балалар барлығы 10 йогурт сатып алды. Енді кері есеп құрастырып көрейік. Барлығы 10 йогурт. Сырымда 6 йогурт. Әлия неше йогурт сатып алды? Табу үшін 10-нан 6-ны азайтамыз. Сонда Әлия 4 йогурт сатып алған екен. Кері есеп шығардық, я? Бесінші есеп. Бірінші, екінші, соңғы болып жүгіріп келе жатқан жарысқа қатысушылардың нөмірін ата. Сурет бойынша сұрақтар құрастыр. Суретке қарайық. Суретте жүгіріп келе жатқан жарысқа қатысушылар берілген. Бірінші жүгіріп келе жатқан 13-ші нөмірлі. Екінші жүгіріп келе жатқан 20-шы нөмірлі. Және соңғы жүгіріп келе жатқан қатысушы 17-ші нөмірлі. Енді
қандай сұрақ қоюға болады? 14-ші жүгіріп келе жатқан нөмірлі қатысушы нешінші жүгіріп келе жатыр деген сұрақ қоюға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа.